Екі авантюрист Қытайға оқ-дәрі іздеп аттанады, бірақ оның орнына қорқынышты құбыжықтарға кезігеді. Тозақтан шыққан нағыз монстрларды жеңуге бола ма? Оны Ұлы Қытай қорғаны фильміне шолудан білеміз. Фильмдегі оқиғалар 11 ғасырда орын алады. Бір топ саудагерлер Ұлы Қытай қорғанының жанындағы қара оқ-дәрінің құпиясын білу үшін Қытайға бара жатады. Оларға көшпенділер шабуыл жасап, бірнешеуін өлтіреді. Жасырынатын жер іздеген авантюристер үңгірге тығылып, әрі қарай не істейтіндерін талқылайды. Кенет сырттан шу естіледі. Бір адам белгісіз мақұлыққа шабуыл жасап, екі авантюрист оны жеңіп, монстрдың табанын кесіп алады. Олардың есімдері Тавар және Уильям. Таңертең олар жолға шығып, көшпенділерден қашады. Бірақ Ұлы Қытай қорғаны гарнизонының сарбаздарына тұтқынға түседі. Авантюристер қаруларын жерге тастайды. Қытай сарбаздары еуропалықтар әкелген үлкен монстрдың табанын көрсету үшін өз командирлері генерал Шао мен кеңесші Ванға жүгіреді. Әскери қолбасшы Лин тұтқындардан түсініктеме талап етеді. Олар өздерін саудагеріміз деп таныстырып, монстрды қылышпен жеңгендерін айтады. Бірақ бойжеткен оларға сенбейді. Біз бұл орденнің арнайы Тао-Тэй құбыжықтарынан қорғанды қорғау үшін құрылғанын білеміз. Олар әр 60 жыл сайын пайда болады. Тұтқындарды өлім жазасына кесу туралы шешім қабылданады. Бірақ дәл сол сәтте қорғанға Тао-Тэй құбыжықтарының тұтас армиясы жақындайды. Ер адамдарды зынданға қамауды шешеді. Қажетті кілт табылмағандықтан, оларды қорғанның үстінде күзетпен қалдырады. Орденнің барлық күштері шабуылға тойтарыс беруге аттанады. Жауынгерлер сауыттарын киіп, қаруларын әзірлейді. Қолбасшы Лин шайқасқа жеке өзі басшылық етеді. Түрлі түсті киімдегі сарбаздар көбейе түседі. Көк киімді әйелдер найзамен жұмыс істейді. Авантюристер Қытай армиясының құдіретіне таңғалады. Құбыжықтардың айқайы естіледі. Олар өте жақын. Сарбаздар алысқа ататын қаруларды от қойып, катапульта арқылы жауға лақтыратын үлкен снарядтарды дайындайды. Шайқасқа садақшылар араласып, жүздеген жебе атады. Оған қарамастан, монстрлар алға ұмтылады. Олар тым көп. Қорғанға жақындағанда шабуылға найзалы қыздар шығады. Оларды тырналар деп атайды. Жауынгер әйелдер ұзын арқанмен төмен секіріп, Тао-Тэйлерге шабуыл жасап қайтадан жоғары көтеріледі. Өкінішке орай, олардың көбісі азулы монстрларға жем болады. Сарбаздар олардың патшайымын көреді, бірақ ол қорғаушылар тобымен қоршалғандықтан жақындау мүмкін емес. Қорғанның үстінде қанды шайқас басталады. Ешкім тұтқындарға назар аудармайды. Оларға тағы бір еуропалық жүгіріп келіп, бұғаудан босатады, бірақ қашатын жер жоқ. Сондықтан біздің авантюристер де шайқасқа араласады. Олардың қаруды шебер меңгерген нағыз жауынгер екенін түсінеміз. Уильям мен Тавар бірінен соң бірін монстрларды жеңеді. Құбыжықтардың патшайымы шегінуге белгі береді. Армия қорғанды сақтап қалды, бірақ шығын өте көп. Қолбасшы Лин авантюристерге келіп, олардың ерлігімен сарбаз пен Юнды құтқарған үшін алғыс айтады. Оларды зынданға жаппай, казармада демалуды ұсынады. Түнде оларға шайқас кезінде босатқан адам келеді. Оның есімі Сэр Баллард, ол Қытайға 25 жыл бұрын келген. Олардың мақсаты ортақ қара оқ-дәріні табу. Жуынған және қырынған авантюристер жақсы көрінеді. Оларды жеңіс құрметіне арналған тойда қуана қарсы алады. Уильямға садақ атудағы шеберлігін көрсету ұсынылады. Тавар тостағанды лақтырады, ал Уильям 3 жебемен оны құбырға қадайды. Бұл нағыз ғажайып. Уильям мен Лин сөйлесіп, бір-біріне ұнағандай көрінеді. Лин оны қорғанға шақырып, жауынгер әйелдер сияқты төмен секіруді ұсынады. Уильям төмен қарап, секіруге бата алмайды. Ол бұл сұлуға әлі сенбейді. Кешкісін Баллард авантюристерге қара оқ-дәріні көрсетеді. Олар сарбаздар шайқаспен айналысып жатқанда оны ұрлап қашуды шешеді. Кейінірек кеңесші Ван Уильяммен кездесіп, Тао-Тэй туралы аңызды айтады. Бұл монстрлар 2000 жыл бұрын жасыл метеорит құлағаннан кейін пайда болған. Оларды құдайлар жергілікті императорды ашкөздігі үшін жазалауға жіберген. 60 жыл сайын бұл құбыжықтар қорғанға шабуыл жасайды. Түнде екі Тао-Тэй қорғанға кіріп кетеді. Шао мен Лин өз сарбаздармен барлауға шығады, бірақ тұтқиылдан шабуылға тап болады. Олар жеңіске жеткенімен генерал Шао алған жарақатынан қайтыс болады. Лин отрядтың қолбасшысы болады. Осы уақытта қорғанға ежелгі шиыршық әкелген елші келеді. Онда Тао-Тэй құбыжықтарын арнайы магниттермен тыныштандыруға болатыны айтылған. Бұл теорияны тексеру керек.
Уильям гарпун арқылы тірі монстрды ұстауды ұсынады. Сондықтан авантюристердің қашуы кейінге шегеріледі. Тұманда мыңдаған монстр қорғанға қайта шабуылдайды. Уильям шайқасқысы келеді, ал товар мен баллард оқ-дәріні ұрлап қашпақшы. Шайқаста өткір гарпундар қолданылады. Бір монстрды ұйықтататын дәрі жағылған гарпунмен іліп алады. Уильям төмен түсіп, оны шынжырмен байлайды. Басқа тау-тейлер шабуыл жасайды, бірақ товар көмекке келеді. Қытайлықтар оқ-дәрілі ракеталарды қолданады. Қаһармандар аман қалып, бір монстрды ұстайды. Оған магниттің әсерін тексереді, мақұлық бірден агрессиясын тоқтатады. Тұтқын монстрды астанаға жібереді. Балалар товарды алдап, оқ-дәрімен қашып кетеді, бірақ көшпенділерге кезігіп, жанып кеткен оқ-дәріден қаза табады. Товарды сарбаздар ұстап алады. Уильям мен Лин әуе шарларымен астанаға аттанады. Астанада елші магнитті алып тастағанда, монстр қайта оянып, патшайымға белгі береді. Құбыжықтар астананы қиратады. Уильям мен Лин патшайымды жою үшін қолы ойлап табады. Олар тұтқын монстрға жарылғыш байлап, оны патшайымға жібереді. Пен Юн мен кеңесші Ван өздерін құрбан етеді. Уильям магнитті лақтырып, патшайымды қорғаусыз қалдырады. Сол сәтте жанып жатқан ракета тиіп, патшайым жарылып кетеді. Барлық монстрлар анабиозға түседі. Уильям оқ-дәрінің орнына досы товарды босатуды сұрайды. Авантюристер күзетпен үйлеріне қайтады. Лин Уильямға мұңайып қарап қалады, ал ол міндетті түрде оралатынын айтады.